Армысыз қазақ елі, баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Мынау Нұрсұлтан Ақсақалдың кезінде шапыраштардың ішіндегі көшек деген рудар керемет болғанда бөлек, ерекше болған. Патша тақтан кеткен кезде бәрі айтқысы келмей қалды да. Неге? Өйткені болмағанды болдырып, тарихты бұрмалап, ананы жасап, мынаны жасап, біраз дүние Ақсақалды өтірік мақтап бәрі алды. Қазір біздің мына Жалайыр деген тайпаның ішінде де сондай да. Білесіздер, өзі Союздан қалған 3 еңбек ардагері соцструда дейді ғой. Нұрмолда Алдаберген, Ыбырай Жақаев, Жазылбек Қуанышбеков атамыз. Бұл кісілер анау қой қорада жүріп, үкіметті өзіне бағындырғандар. Бұл кісілер Сталиннің де алдын көрген, Хрущевтің де алдын көрген Жазылбек Ақсақал. Енді ол кісі өмірден өтті. Қылышынан қан тамып тұрған Союздың кезінің өзінде ол кісі қаншама қазақты білімге алып келіп, институтқа түсірткізіп, түспей қалды дегенде түсірткізіп, қалаға тұрғызып, ол кісі қазақтың білім алуына үлкен жұмыстар жасады. Үлкен өжеттік жасады. Және СССР кезінің өзінде қазақтың мәртебесін биікке көтерді. Енді бұл кісіге, Жазылбек Ақсақалымызға 130 жыл болады алдымыздағы жылы. Ол кісі Мойынқұмдық Жалайыры. Бірақ мына ол кісі қойшыдан құдіретке шықса, бізде үкіметті сатып, алып, жеп, түк жасай алмай отқандар бар да. Акимат арнасында. Сонымен ойланам да, Жазылбек Ақсақалымызға Тараз қаласының әкімі, Тараз, Жамбыл облысының әкімі неге әлі ол кісінің ауылына ат бермей жатыр, ол кісінің атынан? Содан кейін осыдан 3 жыл бұрын болды, Тоқаевқа хат жазылып, көше сұрап, Талдықорғанның көшесін, бір көшесін. Содан жауап келді, рұқсат берілді. Бірақ әлі 3 жыл болды, көше берілмейді да. Содан ойланам да мен, Жазылбек Ақсақалдың әруағы ана дүниеде жатқанда шіркін-ай, мен Жалайырдың күшігі болғанда, Тоқаевтың руынан болғанда, маған ендігі беріп қояр ма еді? Болмаса бір атамыздың айтқан аңызы бар ғой, 100 биеден 100 айғыр сүрген айғырға беру керек, саған емес деген сөзді біздің акимат қолға ұстанып тұрма. Оған Жазылбектің атысына оған қошқар қойып еңбек еткен деп тұрма. Білмеймін ғой, бірақ бұл кісінің көшесі де бәрі берілмеді. Негізі тағы да бірде әділ билер деген ішінде Әбу деген қайшылы еді. Ол кісі енді Жазылбек Ақсақалымыз қайшылы болды Жалайырдың. Қайшылының жігіті еді. Ол мен билікке жасаймын, әділ билік жасаймын, қазаққа деп жүгіріп жүрген. Сөйтсе ол кісі де билік жасағысы келіп жүрген жоқ екен. Ол кісі парламентке атаққа барғысы келіп жүрген кісі екен да. Атасын бірінші көтергенде оны барымыз көтерер еді. Жоқ, ол бірінші атақты іздеп барды да. Осының бәрін ойлап қараймын да, қу дүние, бұл дүние. Қолыңда қазақтың асты үстінің байлығын сатып атып, атаңды шығарамай атсың. Ал ол кісілер кезінде қылышынан қан тамып, СССРдың әмір жүріп, Сталиннің қолынан барып алып келген кісі мойындатып. Мен осы 3 кісіні деңгейіне марапаттамағанға қараймын да, және еңбекке баулимыз дейді. Жастар еңбекшіл болу керек, ананы ашу керек. Таза еңбек істеген азаматтардың атын шығарып, көшесін беріп, кітабын шығарып, марапаттап, оны мектеп қабырғасында дәріптей алмаған соң, өлсеш, әкеден тудым дегенше, мен сатқын болып тудым деп армандаған дұрыс та. Мен енді
орыстар айтады ғой, бей своих, чтоб чужих боялся деп. Сондықтан мен өзімнің жалайырларыма айтам ба. Сонша біздің Қазақстанның тарихында союздың кезінде қылыш қан тамып тұрған кезде Сталиннің қолынан, Хрущевтің қолынан барып тұрып, мойындатып тұрып, жұлдызын тағып келген жазыл ақсақалдан асып кеткен ешкім болған жоқ. Бірақ біздікілер қазір отанын сатып тұрып, бір нәрсені істей алмай тұрған ешақтар болғанына таусыламын да. Білмеймін, енді алдымыздағы апта кіріп келді ғой міне. Талдықорғанның акиматынан барып бір сұрақ көреміз, бұл қалай екен деп. Тараздың әкімінен, енді Тараз қаласында әкімі де не де бәрі алыс адамдар емес, Жазылбек ақсақалға. Бәрі братаның балалары. Бірақ қазір кімнің шапанын кисең де сататын болсаң болды екен ғой. Бар болыңыздар ағайын.